Жағдайың қиын екенін білемін, бірақ анамызды ойлашы дейді. Мені жұмыстан қуып жіберді. Енді анамызға дәрі алып беретін біздің ақшамыз жоқ дейді. Ол да бейкүнә сәби анасынан айырылған. Әрі ойың бөлінеді дейді. Солай Хауа топырақты Юсуптың баласына сүт ана болуға көндіреді. Юсуптан ақша сұрау үшін Гүлсімнің анасы мен ағасы келеді. Гүлсім қайтқалы сендер бізді ұмыттыңдар, ақша бересіңдер деп сұрайды. Әйтпесе баланы тартып аламыз деп қорқытады. Олардың арам пиғылдарын бірден түсінген Юсуп, жарайды, бала керек болса, онда ертең біздің үйге кел деп кетіп қалады. Топырақ ұйықтап жатқан еді, ол түс көреді. Ауыл шетінде таудың арасынан бір жылаған баланың дауысын естіп, іздеп жүреді. Баланы тауып алып қолына ұстаған кезде Топырақ түсінен шошып оянады. Топырақ түс көргенін түсінде бір ол баланы тауып алғанын айтады. Әлгі сәбиге сүт ана іздестіріп жатқан еді, сол бала ұл ма деп сұрайды. Бәрі таңғалып қалады. Кешкісін Топырақ пен Хауа Юсуптардың жеке жайына келеді. Жеке жайға қарап тұрған Хауа айтады: кішкентай кезімнен бері осы жеке жайға кіру бір арман еді, арманым енді орындалды ғой дейді. Хауаны көріп Сұлтан: сенің бұнда не шаруаң бар дейді. Топырақ үйренісіп кеткенше осында бола тұр деп мені анам жіберді. Сұлтан қыздарды алып кішкентай сәбидің бөлмесіне барған кезде Хамиет сонда отыр екен. Хамиет Топырақты жанына шақырып алады. Қане, қолыңды соз, мына сәбиді ал дейді. Топырақ тұрып алады, қолын созбайды, өйткені баланы алғысы келіп тұрған жоқ. Қане қызым, қолыңды соз, баланы ала ғой, бұл бала аш, сүтіңе тойғанша емдір дейді. Хамиет кеткен кезде Топырақ баланы қоя салады. Сұлтан баланы қолына алып Топыраққа қарайды. Бұл бала анасыз қалды, ал сен баласыз қалдың. Өтінемін Топырақ, баланы алып бауырыңа бас, оған сүтіңді бер дейді. Екеуің бір-біріңе зәрусіңдер, екеуің бір-бірлеріңнің жараларыңды жазасыңдар дейді. Топырақ жылай-жылай баланы алып оны емзеді.